Баршаңызға сәлем. Бүгін біз ірімшік қосылған пирог пісіретін боламыз. Ол үшін алдын ала еленген ұнымызға сары майымызды салып, және ас содасын немесе разрыхитель салып, ваниль қантын саламыз, құмшекерімізді саламыз және жұмыртқаның сарыуызын саламыз. Барлығын жақсылап араластырып алу керек. Бір ас қасық қаймақ қосамыз. Бұл пирог ерекше дәмді. Жай күндері де, мереке күндері де дайындап көрсеңіздер болады. Қамыр дайын болғаннан кейін оны пакетке салып, холодильникке жарты сағатқа қоя тұрамыз. Енді біз ірімшікті салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін ірімшікке қаймақ, жұмыртқаның сарысы, ваниль қанты және шекер қосып барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді қамырымызды жайып аламыз. Ол үшін екі пергамент қағазының арасына салып, оқтаумен жайып аламын. Қамырды табамызға орналастырамыз. Пищевой қағазымызды саламыз. Астына ешқандай май жағудың керегі жоқ. Өйткені қамырдың құрамында сары май бар. Бетіне бір тегіс етіп, ірімшікті салмамызды жайып шығамыз. Және осыны алдын ала қызып тұрған духовкамызға, яғни пешімізге 20 минут 180 градуста пісіріп аламыз. Пирогтың пісуіне 5 минут уақыт қалғанда біз суфлемізді дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге жұмыртқаның ақуызы керек және шекер керек. Екеуін жақсылап араластырып алу керек. Бұл суфленің дайын болғанын біз ыдысты төңкергенде ыдыстан біздің белогымыз ағып кетпеу керек. Сол кезде белгілі болады. Міне осылай ұрғылап аламыз да, тексеріп көреміз. Біздің суфлеміз дайын болды. Енді осыны пештен шығарып, пирогымыздың бетіне жағып шығамыз. «180 градуста 5-10 минутқа қойып аламыз. Беті сәл қызарып тұру керек. Пирогымыз дайын болды. Енді осыны өзінің қалпында суыту керек. Сіздер де дайындап көріңіздер. Ас болсын.